Қазіргі таңда Барселонада бәрі тым жақсы көрінеді, тіпті толықтай тыныш болуға да ерте сияқты. Команда жеңіске жетіп жатыр. Жеңіс сериясы жалғасуда. Трофей де қалтада. Бірақ дәл осындай сәттерде ең қиын шешімдер қабылдана бастайды. Рафиня тағы да жарақаттың шегінде ойнап жүр. Ең болашағы зор тәрбиеленушілердің бірі кетуді таңдады. Ал клубтың капитаны мен символының болашағы күтпеген жерден күмән тудырып отыр. Зидатпен болатын бұл матч жай ғана Ла Лиганың кезекті туры емес. Бұл тұрақтылықтың қандай бағамен келетінін және кімнің клубпен бірге алға жүруге шынымен дайын екенін көрсететін сәт. Достар, жайғасып отырыңыздар, біз бастаймыз. Рафиняның Барселонаның алдағы Реал Соседатқа қарсы матчына қатысуы әлі де белгісіз болып отыр. Бразилиялық Венгер матч алдындағы жаттығуды өткізіп алды. Бұл оның жексенбі күні Ла Лига аясында алаңға шығу мүмкіндігіне күмән тудырды. Рафиня бірнеше аптадан бері ойнап жүрген жарақатының салдарын әлі де сезінуде. Каталония радионың мәліметінше, жамбас тұсындағы жайсыздық оны жыл басынан бері мазалап келеді. Сол себепті медициналық штаб оның жүктемесін мұқият бақылауға мәжбүр болған. Соған қарамастан, бразилиялық футболшы көбіне ауырсынуды елемей, алаңға шығуын жалғастырды. Испания суперкубогының Реалға қарсы финалы алдында да оның қатысуы үлкен сұрақ туғызды. Дәрігерлер оның ойнай алатынына күмәнданған. Алайда медициналық штаб пен Ханси Фликпен кеңескеннен кейін Рафиняға матчқа шығуға рұқсат берілді. Нәтижесінде ол 3-2 есебімен өткен жеңісте дубль жасап, кездесудің басты қаһарманы атанды. Бұған дейін оның ойын уақыты да шектеліп келген еді. Эспаньолға қарсы матчта ол 1 сағаттан сәл ғана артық ойнады, ал суперкубоктың Атлетикоға қарсы жартылай финалында да шамамен сол уақытта ауыстырылды. Ойындардан кейінде бразилиялық футболшы жайсыздықты сезінуді жалғастырды. Бұл штабтың сақтығын одан әрі күшейтті. Флик өз командасындағы негізгі ойыншысының жағдайына қатысты белгісіздікті жасырған жоқ. Ол Рафиняның жарақаттан кейін мәселесі бар екенін растады және оның Реал Соседатқа қарсы матчқа қатыспауына қатысты соңғы шешім тікелей ойын алдында қабылданатынын айтты. Сонымен қатар, бапкер қатарынан 11 жеңістен тұратын серия команданы өзіне тым сеніп кетуге итермелемеу керек екенін ерекше атап өтті. Оның айтуынша, табыс ешқашан өздігінен келмейді. Ол матчтарда да, жаттығуларда да күн сайынғы еңбекті талап етеді. Тіпті Рассингке қарсы жеңістің өзі оңай болмағанын, жағдайға бейімделуге тура келгенін еске салды. Фликтің пікірінше, дәл осындай соңына дейін күресе білу тұрақты нәтижелердің кілті. Барселона үшін қазір Рафиняның денсаулығы қысқа мерзімді тәуекелден әлдеқайда маңызды. Клубта маусымның ұзақ екенін, ал дұрыс менталитет пен жүктемені сауатты басқару жарқын жеңістерден кем түспейтінін жақсы түсінеді. Достар, осы тақырып бойынша өз ойларыңызды пікірге жазыңыздар. Бейнероликті лайк басып, арнаға жазылу арқылы қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз жас арнамыз үшін өте маңызды. Үлкен рахмет. Ал біз жалғастырамыз, күмәндер іс жүзінде қалмады. Енді тек алдағы күндері күтілетін ресми растау ғана керек. Жұма күні Mundo Deportivo басылымы Дроның Барселона киім ауыстыратын бөлмесінде өз шешімін Пари Сен-Жерменге ауысатынын түсіндіргенін хабарлады. Бұл ақпаратты ойыншының айналасындағы адамдар француз клубынан ұсыныс барын жоққа шығарғанына қарамастан жариялады, ал сенбі күні L'Équipe бұл мәліметті растады. Галисиялық жартылай қорғаушы пішмен жылдың маусымына дейін келісімшартқа қол қояды және соңғы күндері түскен ұсынысты қабылдайды деп хабарлады. Сол есепте тараптар арасындағы келіссөздердің сәтті жүріп жатқаны да атап өтілді. Бұған дейін Mundo Deportivo Дроның Ханси Фликке осы қысқы трансферлік кезеңде Барселонадан кету туралы шешімін хабарлағанын да жазған еді. Күтілуде түс жалды. Миллион еуро көлеміндегі сатып алу тармағын іске қосқан бойда трансфер жақын арада рәсімделеді. Осы жаңалықтардың аясында Ханси Флик негізгі құрамға өтуді армандап жүрген Ла Масия академиясының жас, болашағы зор ойыншыларына да үн қатты. Ол Дроға қатысты жағдайда ресми түрде аяқталғанға дейін тікелей түсіндірмесе де, жас футболшыларға деген өз ұстанымын ашық білдірді. Оның айтуынша, басты фактор жаттығулардағы күнделікті еңбек, іске деген көзқарас және кәсіби тұрғыдан біртіндеп өсу.
Флик клубта жас ойыншылардың дамуын жаттығу үдерісінен бастап, тәртібі мен кәсібилігіне дейін бақылап отыратын нақты жоспар бар екенін атап өтті. Ол негізгі құрамдағы бәсекенің өте жоғары екенін және ойын уақытын алу оңай еместігін ерекше көрсетті. Алайда әрбір жаттығу футболшыларды күшейтеді. Оның сөзінше, бұл табиғи үдеріс және ойыншы өз мүмкіндігін лайықты түрде дәлелдеген кезде, ол міндетті түрде өз шансын алады. Бапкер сондай-ақ оның басты мақсаты дарынды ойыншыларды клубта сақтап қалу екенін қосты. Бірақ футбол тек футболшылардың ғана емес, олардың айналасындағы адамдардың да ықпалы әсер ететін шешімдер саласы екенін айтты. Сонымен қатар, ол нақты бір жағдайдың егжей-тегжейіне үңілгісі келмейтінін аңғартты. Фликтің сөзінен жаттықтырушылар штабы дронның әлеуетін көргені, оған жаттығуларда дамуға мүмкіндік бергені және прогресіне қарай матчтарға біртіндеп қосуды жоспарлағаны анық байқалады. Клубта жас футболшы осы даму жолын қабылдап, сабырлық танытады деп күткен, алайда кету туралы шешім сыртқы факторлардың қысымымен қабылданғаны да айқын. Енді Дро мансабын Барселонадан тыс жерде жалғастыруға дайындалып, PSG-ны таңдады. Достар, осы жөнде өз ойларыңызды пікірге жазыңыздар, ал біз жалғастырамыз. Испания суперкубогындағы жеңістен және ел кубогының ширек финалына шығудан кейін команданың жаттығуларға қайта оралуы Барселонадағы кадрлық шешімдерге тікелей байланысты тағы бір маңызды тақырыптың аясында өтті. Әңгіме күн өткен сайын айқынырақ болып келе жатқан Марк-Андре тер Штегеннің болашағы туралы. Реал Соседатқа қарсы Ла Лига ойыны алдындағы баспасөз мәслихатында Ханси Флик неміс қақпашының ұстанымын толық құрметтейтінін және оның кез келген шешімін қабылдауға дайын екенін жеткізді. Бапкер тер Штеген команданың капитаны, клубтың символдарының бірі және соңғы жылдардағы ең маңызды ойыншылардың бірі екенін атап өтті. Фликтің айтуынша, қақпашының болашағына қатысты мәселе ең алдымен оның жеке таңдауы. Ол бұл тақырыпта ойыншының өзі және Декумен көп сөйлескенін айтты, алайда Жиронаға мүмкін болатын ауысым жайлы егжей-тегжейге бармай, клуб тер Штегеннің кез келген шешімін құрметпен қабылдайтынын ғана жеткізді. Испания кубогындағы матчтарда Фликтің Жоан Гарсияны таңдауы неміс қақпашысына қатысты жағдайдың іс жүзінде шешілгендей әсер қалдырды. Бір ай бұрын-ақ бапкер тер Штегеннің ойын уақыты шектеулі болатынын аңғартқан еді. Ал соңғы апталардағы оқиғалар бұл сценарийді одан әрі растады. Кубок ойындағы неміс қақпашының болмауы, оның қысқы трансферлік кезеңде кетуі әбден мүмкін екенін көрсеткен тағы бір белгі болды. Кінітсі мәліметінше, Жирона 33 жастағы қақпашыны маусым соңына дейін жалға алу келісімін аяқтауға жақын. Қазір тер Штеген Реал Соседатқа қарсы матчқа командамен бірге Сан-Себастьянға бармау үшін клубтан рұқсат күтіп отыр. Ол үшін басты фактор тұрақты ойын тәжірибесі. Неміс қақпашысы 2026 жылғы әлем чемпионаты қарсаңында Германия құрамасының бірінші нөмірі мәртебесін сақтап қалу үшін үнемі алаңға шығып тұруды көздейді. Бұл мәселеге бірнеше рет Юлиан Нагельсман мен құраманың спорт директоры Руди Фоллер де назар аударған. Хабарланғандай, Барселона мен Жирона мәміленің негізгі шарттары бойынша алдын ала келісімге келген. Каталониялық клуб ойыншының жалақысының басым бөлігін өз мойнына алуға дайын. Мұнда Депортиво деректеріне сүйенсек, сөз шамамен еңбек ақының 90% туралы болып отыр. Бұл ауысымдағы басты қаржылық кедергіні жояды. Тер Штегеннің өзі де Жирона нұсқасына бейім, себебі ол кішкентай балалармен бірге Каталонияда қалғысы келеді. Осылайша, Дроның кетуі және мансабын PSG-де жалғастыру туралы шешім аясында Барселона құрамында тағы бір маңызды өзгеріс орын алуы мүмкін. 2014 жылы клубқа келген және ұзақ жылдар бойы команданың тіректерінің бірі саналған тер Штеген ойын тәжірибесін алу және ұлттық құраманың басты турниріндегі орнын сақтап қалу үшін уақытша Камп Ноудан кетуге жақын. Барселона үшін ол қазіргі қайта құру тек жас тәрбиеленушілерге ғана емес, соңғы жылдардағы негізгі тұлғаларға да әсер етіп жатқанын дәлелдейтін тағы бір белгі. Қазіргі Ханси Фликтің Барселонасы дәл осындай жеңіске жетіп жүрсе де, үнемі қиын таңдаулар жасауға мәжбүр команда.
Бір жерде финалдың қаһарманы болса да, көшбасшыны тоқтатуға тура келеді. Бір жерде талантты оның шарықтауын күтпей-ақ жіберуге тура келеді. Ал бір жерде бір дәуірдің өзіміз қалағаннан ертелек аяқталуымен келісуге мәжбүр боласың. Егер Флик осы тепе-теңдікті қалай басқаратыны және келесі болып таңдау алдында кім тұратыны қызық болса, бізбен бірге бол. Бұл маусымдағы ең маңызды сәттер әлі алда.